Барлығына сәлем. Бүгін мен сіздерге дүниедегі сирек кездесетін ауруға шалдыққан адамдарды көрсететін боламын. Ал сіз арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыз. Ендеше видеоны бастаймыз. Үндістандық Прабхулал атты жігіттің денесінің 80%-ын қал басқан және ол тоқтаусыз үлкендейді. Бала кезінде достары жігіттің үстінен күлген, себебі оның көрінісі басқалардан өте ерекшеленіп тұратын еді. Ұялшақ бала көшеде көрінбеуге әрекет жасайтын еді. Бұл қиын жағдайда оның отбасы оны қатты қолдады. Анасы оған әлемде әрбір жаратылыстың өзіне тән сұлулығы бар екендігін түсіндірген. Бұны түсінген Праб адамдардан жасыруын тоқтатты. Ол қазіргі таңда магистратурада оқиды, достарымен кездеседі және қызықты уақыт өткізеді. Хуан Госян бұл әйелге бір қарағанда аяғы ауырға ұқсайды, алайда олай емес. Белгісіз ауру себепті әйелдің қарны осы жағдайға келген. Әйелдің айтуынша оның қарны 20 килограммға ауырлаған және өсіп баруда. Бұл беймәлім ауру оның жұмысына, ұлы мен қызына қарауға қиындық тудыруда. Оның қарны 3 жыл бұрын белгісіз себептермен өсуді бастаған. Бұл жағдай әйелге өте қатты азап берген. Дәрігердің берген дәрілерімен ауруыны тоқтатқан. Дәрігерлердің айтуынша, қытайлық бұл әйел Аппухан ауруына шалдыққан. Дәрігерлер Госянды емдеуге дайын, алайда операция жасау үшін $5000 қаржы керек екен. Бұл қытайлық әйел қайырымдылық ақшаларының көмегімен керекті ақшаны жинауға үміттенуде. Колби Ван Ворхейс. Колби өте сирек кездесетін генетикалық аурумен толған. Сол себепті оның сүйектері дұрыс дамымаған. Жігіттің қолдары толық дамымаған. Оның аяқтары болса орташа, қысқа емес, алайда дұрыс дамымаған. Алайда жігіт берілмеді. Оның айтуынша, орта мектепте оқығанда достары оның үстінен күлген. Алайда қазіргі таңда бұл жігіт өз күнін қызықты өткізеді, иттермен ойнайды, TikTok түсіреді. Бұл жігітті TikTokта бақылайтын 200 мыңнан артық адам бар. Жігіт хейтерлерге мән бермейді. Сиам егіздер. Бұл қыздарды көріп жылағыңыз келеді. Бас сүйегімен бірлескен қыздар бір-бірінен қатты ажырағысы келеді. Алайда бұлай жасай алмайды. Олар туылғанда дәрігерлер 10 жылдан артық өмір сүрмейді деп айтқан. Алайда қыздар қазіргі таңда 13 жаста. Отбасы $75,000 тұратын операцияға әрекет жасауда. Алайда бұл операция өте қауіпті. Достар, біз осы жерден видеоны аяқтаймыз. Дүниеде барлық ауру адамдарға Алладан шипа сұраймыз.